Үлес туралы түсінік. 41-ші сабақ. Уақытты қалай өлшейді? Сен үлестің не екенін білетін боласың. Сағаттың әрбір цифры беті бірдей қанша бөлікке бөлінгеніне қара. Әр бөлікте қанша минут бар екенін есепте. Бірінші сағатта бізде суретте 2 бөлікке бөлінген. Екінші сағатта 4 бөлікке. Үшінші сағатта 3 бөлікке. Төртінші сағатта 6 бөлікке бөлінген. Егер бір нәрсені бірдей бөліктерге бөлсе, бұл бөліктер математикада үлес деп аталады. Үлесті 2 натурал санды бөлу сияқты жазады. Егер бүтінді 2 үлеске бөлсе, онда бір үлесті былай жазуға болады. 2-ден 1. Бөлшек сызығы бөлу таңбасын білдіреді. Егер бүтінді 3 бөлікке бөлсе, бір үлесті былай жазуға болады. 3-ден 1. Яғни 1 бөлінген 3 деген білдіреді. Кейбір үлестердің ерекше атауы бар. 2-ден 1 үлесті жарты, 4-ден 1 үлесті ширек деп аталады. Сөйлеу тілінде көбінесе былай қолданылады. 4,5, 7-ден 15 минут кетті, 3-ке 15 минут қалды. Екінші есеп. Әлия уақытта әртүрлі айтуға көмектесті. Пікірлерді толықтыр. 6 сағат 15 минут, немесе 6-дан 15 минут кетті. 5,5, немесе 5-тен 30 минут кетті. 3 сағат 45 минут, немесе 4-ке 15 минут қалды. Үшінші есеп бойынша. Суретке қара, дөңгелектерді қандай бөлігін боялғанын айт. Бірінші суретте бізде 4 бөлікке бөліп, 1 бөлігі боялған. Сонда бізде 4-тен 1 бөлігі боялған. Екінші суретте дөңгелекті 3 бөлікке бөліп, 1 бөлігі боялған. Яғни 3-тен 1 бөлігі боялған. Келесі суретте 9 бөлікке бөліп, оның 1 бөлігі боялғандықтан 9-дан 1 болады. Келесі 8 бөлікке бөліп, 1 бөлігі боялған, 8-ден 1. Ән нұсқасы. Суретке қара, жолақтарды қандай бөлігі боялмағанын жаз дейді. Суретте боялмаған бөлігі, яғни бізде 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігі боялмаған, яғни 2-ден 1. Келесі көк түсте 4-тен 1 бөлігі боялмаған. Келесі 8-ге бөлініп, 1 бөлігі боялмаған, 8-ден 1 бөлік. Келесі қызыл түсті 3 бөлікке бөліп, 1 бөлігі боялмаған. Келесі 6 бөлікке бөліп, 1 бөлігі боялмаған, 6-дан 1. Келесі 12 бөлікке бөліп, 1 бөлігі боялмаған, яғни 12-ден 1 бөлігі боялмаған. Төртінші есеп. Қағаздан 1/3 дөңгелек дайында. Бүктеу арқылы біріншісін 1/2 бөлікке, екіншісін 4 бөлікке, үшіншісін 8 бөлікке бөл. Бір үлестен боя. Үлестерді салыстыру нәтижесін жаз. Ең үлкен және ең кіші үлестерді ата. Төртінші есеп бойынша. Бірінші дөңгелек 2 бөлікке бөлінген, 1 бөлігі боялған. Сондықтан оның үлесі 2-ден 1 болады. Келесі екінші дөңгелек 4 бөлікке бөлінген, 1 бөлігі боялған. Сондықтан оның үлесі 4-ден 1 болады. Үшінші дөңгелек 8 бөлікке бөлінген, 1 бөлігі боялған. Сондықтан оның үлесі 8-ден 1 болады. Салыстыратын болсақ, 2-ден 1 үлкен 4-ден 1-ден, ол үлкен 8-ден 1-ден. Ең үлкен үлес 2-ден 1 болады, ең кіші үлес 8-ден 1 болады. Бесінші есеп бойынша бір түтік жасау үшін шебер 9 минут жұмсады. Осындай 6 түтік жасау үшін оған қанша минут уақыт қажет? 9 түтік жасау үшін яғни 6 түтікке 6 көбейту 9 тең 54 минут кетеді. 9 түтікке 9 көбейту 9 81 минут кетеді. Жауабы 6 түтікке 54 минут, 9 түтікке 81 минут қажет. Келесі, анам көже пісіру үшін 45 минут, ал бәлшіп дайындауға оған 20 минут артық уақыт жұмсады. Анам тағам дайындау үшін барлығы қанша минут жұмсады? Есептің жауабын сағатмен және минутпен өрнекте. Бөліп дайындауға кеткен уақыт 45-ке қосамыз 20, сонда барлығы 65 минут. Барлық уақытты есептеу үшін 45-ке 65-ті қосамыз, сонда 110 минут. Жауабы барлығы 1 сағат 50 минут болады.